Сәлем баршаңызға. Бүгін біз үгілмелі печенье жасайтын боламыз. 2 стакан ұн, 180 грамм маргарин, 3 жұмыртқаның сары уызы, 1 шай қасық қант қопсытқыш, 1 ас қасық қант ұнтағы және де 4 ас қасық қант қажет. Ұнымызға қопсытқышты қосып, елейміз. Ұнымызға маргаринді үткіштен өткізіп саламыз. Маргаринді үткіштен өткіздік. Жұмыртқаны сары уызынан айырдық. Үстіне қантымызды сеуіп, әбден езіп араластырамыз. Қант ұнтағын қосып, әбден араластырамыз. Ұн мен маргаринді қолымызбен әбден араластырамыз. Қамыр мен маргаринімізді араластырдық. Енді шым-шым шамалы ғана ванилин қосамыз. Жұмыртқаның сары уызы мен қантты әбден араластырдық. Енді осы қамырымыз бен маргаринімізге қосамыз. Енді осының барлығын қолмен араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Осындай пленкаға орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымызды жайдық. Енді осындай печенье пішіндерімен печеньеларымызды жасаймыз. Печеньеларды пісіруге дайындадық. Қалауларыңызша бетіне кунжут себуге болады. Печеньемізді 180 градуста 15-20 минутқа салып пісіреміз. Үгілмелі печеньеміз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.